эволюция өтірік дейді, 100% қате дейді. Бұл дұрыс емес. Эволюцияда мықты дәлелдер бар. Сондай-ақ басқалар айтады, эволюция мықты дәлелдер бар, ол толығымен дұрыс дейді. Ол да қате. Себебі эволюцияда қателіктер бар. Сол үшін мен түсінікті болу үшін микро, макро эволюция, сол макроэволюцияда филогенетикалық өмір терегі дегенге байланысты тоқталып түсіндіретін боламын. Сондықтан соңына дейін қарайық. Микроэволюцияда өте мықты дәлелдер. Бұны жоққа шығару, сіздерге айтайын, Мракабес деп айтады. Бұл енді ғылыми дәлелденген нәрсе микроэволюция дейтін. Сондықтан оны жоққа шығаруға болмайды. Себебі оған қандай мысалдар жатқыза аламыз? Қараңыздар, микроэволюция шағын деңгейде жүреді. Мысалға қасқыр болса, бір қасқырдан тараса, одан түрлі иттер шығуы мүмкін. Бірақ бұның барлығының бір ортақ байланыстыратын бір қасқыр содан тараған уақыт өте келе. Неге байланысты? Бұл бейімділікпен байланысты. Мысалы, біреулер бір жерге келеді, тері өзгеруіне мысал келтірейін. Адамдар Африкаға келіп, сосын Африкада олардың терілері қарайып бастайды. Яғни бұл бізде осы микроэволюцияға байланысты осы дәлел болады. Бірақ микроэволюция деген сөз адам арғы атасы маймыл деген сөз емес. Себебі микроэволюция деген басқа. Микроэволюцияда мықты дәлелдер бар. Бірақ макроэволюция дегенде бізде ол өзгерістен, мысалы, бір түр өзгеріп басқа бір жаңа түр пайда болады. Сол динозаврдан археоптерикс деген құс кәдімгі құстар тарады дейді. Міне осы бізде макроэволюция. Бір түр өзгерді, және микроэволюцияны біз бақылай аламыз. Ал макроэволюцияны біз бақылай алмаймыз. Оған бірнеше миллиондаған жылдар керек. Және дәл макроэволюция ол бізде яғни нақты емес, әлсіздеу мына микроэволюцияға қарағанда. Одан кейін бізде филогенетикалық өмір терегі. Міне осы, бұл бізде модель. Осы модель бойынша адамның жалпы бәрі арғы атасы біреу, ол жасуша дейді. Жасуша кейін өзгерді. Содан су тіршілігі, сол су тіршілігі құрылыққа шықты, құрылықтан осы қоректі болып, уақыт өте келе қоректі маймыл болды. Маймыл мен адамның арғы ата тегі бір деген осы филогенетикалық өмір терегінде. Бұл мына екеуінен де әлсіз, көрдіңіздер ме? Міне осы бізде нақты айтатыны бұл өте әлсіз. Себебі бұл бір саты секілді. Яғни рет-ретімен жүру керек бәрі. Бұны нақты біле алмайды адамдардың келтірген модельдары, енді ғалымдардың. Австралопитек дейді, одан кейін питекантроп дейді, одан кейін синантроп дейді, одан кейін неандерталдықтар, яғни хомо сапиенс, неандерталдықтар, адамдар, яғни біз хомо сапиенс, осы адамдар кроманьондықтар дейді, пайда болды дейді. Міне оны түсіндіретін филогенетикалық өмір терегі. Және бұны сіздер жоққа шығарсаңыздар болады. Мұнда ешқандай проблема жоқ. Яғни ғылымда бұған келіспейтіндер бар. Менің ұстанымым қандай? Менің ұстанымым, мен филогенетикалық өмір терегіне келіспеймін, микроэволюцияға келісем. Филогенетикалық өмір терегіне келіспеуімнің бірнеше дәлелдер, себептер бар. Мен ол туралы YouTubeға да видео салған болатынмын. Тіпті сәйкес келмейтін өте көптеген дәлелдер бар осыған байланысты. Мимикрия дейтін бар, 8 аяқтың құрылысының күрделілігі деген бар. Кейбір мысалы құйрығы не секілді, құрт секілді болған, құйрығы өрмекші секілді болған жыландар бар. Енді өте көп нәрсе бар қарсы. Сондықтан ғылымда басқа бір теория бар. Өмір терегі бойынша барлық тірі ағзалар бір жасушадан тараған, сондықтан олардың арасында ұқсастықтар бар, генетикалық ұқсастықтар бар дейді. Араларына 8 аяқ сәйкес келмей қалады. Генетикалық тұрғыдан ұқсас емес, 3 жүрегі бар, бірнеше миы бар, сәйкес емес. Сосын бір жағынан кейбір жануарлардың балаларын алатын болсақ, олар өте сүйкімді болады. Ал бізде эволюцияда мутация нәтижесінен пайда болды дейді, яғни өзгерістер. Сонда не үшін керек, мысалы, табиғатқа осындай көріктілерді жасап, өз-өзінен жасалса егер. Немесе осындай әдемі жәндіктерді айтсақ болады, ұқсас келетін. Сондай-ақ кейбір жыландар бар, құйрықтары өрмекші құртқа ұқсас келеді. Қозғалтқан кезде кәдімгі өрмекші қозғалып жүрген сияқты болады да, құстар алданып, соған келіп ұсталып қалады. Енді бұл эволюция арқылы мутациямен пайда болса қалай? Денедегі газ алмасу, фотосинтез дейтін екі түрлі қарама-қарсы процесс бар. Ең қызығы, біздің ішіміздегі өкпе мен сырттағы терек, екеуі екі процесс, қарама-қарсы процесс атқарса, бір-біріне ұқсас келеді. Құдды бір белгі секілді бізге берілген. Енді эволюцияға кәдімгідей қарсы келетін мынандай мысалды қараңыз. Жемістер мен көкөністерді алайық. Мысалы, сәбіз. Ол көзге қатты ұқсас келеді екен. Бір қызығы білесіз бе? Сәбіз көбінесе көзге пайдалы, көзге ұқсас және көзге әсіресе пайдалы екен. Келесі мысал. Жаңғақты алайық.
грек жаңғағы миға қатты ұқсас келеді, кәдімгі екі бөлігі бар секілді мидағыдай. Және білесіз бе, жаңғақ, грек жаңғағы әсіресе миға пайдалы екен. Енді бұл қалай сәйкес келуі мүмкін? Мысалы, миды қорғап тұратын сүйек бөлігі бар. Дәл сол секілді жаңғақтың сыртында да қоршалып тұрған қатты қабығы бар. Міне қараңыздар. Келесі мысал картопқа ұқсас болған батат деген көкөніс. Батат бізде көбінесе картоптан өзгешелеу және ұйқы безіне ұқсайды. Поджелудочный железаға ұқсайды. Асқазан астына, яғни нақты айтқанда асқазанға пайдалы екен. Ас қорытуға пайдалы болса, мысалы қызанақ, помидорды алатын болсақ, ол бізде ішін ашып қарағанда жүрекке ұқсас болады. Және білесіздер ме, дәл сондай сипаты, сыртқы сипат жағынан жүрекке ұқсас болса, қызанақтың пайдасы ол жүрекке пайдалы екен. Бұны жай сәйкестіктеулеріңіз мүмкін. Жақсы. Анарды алайық. Анар жемісінің бөліктері эритроцит секілді. Яғни қан жасушалары бізде эритроциттер. Білесіздер ме, дәл сол осы эритроциттер гемоглобинмен байланысты екенін және гемоглобинге пайдалы болған осы бізде анар екен. Енді бұл қалай болуы мүмкін? Бұны да сәйкестіктеулеріңіз мүмкін. Жақсы. Келесі бұршақтар. Бұршақтар бізде бүйрекке ұқсас және бүйрекке пайдалы екенін. Аурикулярия дейтін осындай саңырауқұлақтар бар. Қарасаңыздар құлақтарға ұқсайды, ал олар құлаққа пайдалы екен. Жаратушы жоқ десеңіздер, осы мысалдарды қалай түсіндірер едіңіздер, осы сәйкестіктерді? Бактериальный жгутик, жасушаның ішкі құрылыстарын профессорлар терең зерттей келе, саналы жоспар бар екенін білді мына тіршілікте. Сосын теория қалыптастырды. Бұл Intelligent Design деген теория. Бұған бірнеше ғылыми зерттеулер, бірнеше дәлелдер бар және менің ұстанымым сол. Сондай-ақ кейбіреулер қателесіп жатырады, мен эволюцияға сенем дейді. Эволюцияға сенбейді, эволюцияны қабылдайды, себебі бұл бізде теория. Ал сенім дейтін бұл басқа нәрсе. Сондықтан әрбір адамның жазып жатырған комментарийда сене бермеңіздер. Себебі адам зерттеп үйрену керек. Сондай-ақ мықты дәлелденген болды біздің арғы атамыз бұл маймыл мен біздің арғы атамыз бір деген нәрсе де ол да қате. Айтып тұрмын, әлсіздіктер өте көп. Ал микроэволюция бұл мықты. Біреулер шатастырады, әдейі эволюция мықты дәлелденген ғой деп микроэволюцияның дәлелдерін келтіреді. Ал бізде эволюцияның өзі тек микроэволюциядан тұрмайды ғой. Ол бөлінеді бірнеше бағыттарға. Сол секілді. Мысалы, химияның өзінде де айтатын болсақ, ол бөлінеді. Бір химияға, мен органикада қате болса, мен бүкіл химияны дұрыс деп айта алмаймын. Себебі химия аналитика, органика, биорганика, физхим бағыттары бөлінеді. Сол секілді эволюцияда бөлінеді бағыттары бар. Эволюцияға толықтай келіспейтін бірнеше профессор биологтар бар. Тек мұсылмандар емес, біліп жүріңіздер, атеист профессорлардың өздері де келіспейтіндер бар. Эволюция танымал болғанымен, онда фальсификация, алдаулар болғанын білесіз бе? Онда адамның сүйегіне маймылдың жақ сүйегін бекіткен екен. Солай алдаулар болған. Немесе небраскалық адам тіс табылып, тіс шошқаныкі болып шыққан. Мықты дәлел деп санайтын австралопитекулюсидің тек 40% сүйегі ғана табылған, білесіз бе? Жалпы есеппен 95% теңіз тіршілік иелері ғана табылған. 4,7% өсімдіктер, жәндіктердің табылуы 0,2%, ал омыртқалылар, соның ішінде жануарлар, адамдар 0,1% ғана. Геккельдің фальсификациясы дейтін бар. Ол эмбрионды кәдімгі маймылдыкіндей қылып алдау іс-әрекетін жасаған. Кейінірек оның ақпараттары кітаптарға таралған. Дегенмен сосын анықталып күлкіге қалған екен. Ол фальсификацияда эмбрионға құйрық секілді тіркейді. Ал сәби баланың эмбрионы ол кәдімгі маймылдыкіндей емес. Сіздер қараңыздар. Но бізде фальсификация. Бұны өтірік жасағанын көрсеңіздер болады. Адамға құйрық тіркеп қойған эмбрионда. Қазір басқа сурет көрсем, мына өтірік. Жауап берші, Геккель деген кім? Сол эмбриолог емес қой енді. Сосын сол эмбриологтарға күлкіге қалған.
эволюция теориясына болсам деп сүйегін табылғанын қараңыздаршы, қандай дұрыс көрінбейтін бір сүйек табылған, кішкене сүйектер дұрыс көрінбейтін, бір жағы бар, бір жағы жоқ. Енді оған бұл толық табылмаған, бірақ жиналған. Міне осыған қарап, мынау мысалы мықты табылған сүйек дейді, Люси деген австралопитектің сүйегі. Осыған қарап айтады, бірақ мынаны қараңыздар қалай жасап қойған. Енді осыған қарап біз айта алмаймыз. Онда филогенетический древо жизни да уже ішінде гипотезалар бар да, сол ғой дерево жизни дейтін, сол анау маймыл тектестен адам шықты деген нәрсе осы ғой, именно макроэволюциядағы. Ол әлсіз ақпарат, түсінесіздер ма? Егер бұрынғы адамдар болса, олардың сүйектері окаменелость болып тасқа қату керек, сонда сақталады ол. Ал былай сүйек жойылып кетеді. Сүйек табылу оңай емес. Мысалға до австралопитек Люсиге дейін біреу болса, мысалы, білмеймін, ғылымда анықталса, ол бір үлкен жаңалық болады. Жоқ, шамалы. Дарвин айтты, қазір Майк Чарльз Дарвин айтты. Егер теория эволюция Чарльз Дарвин айтты, эволюция теориясы дұрыс болса, өте көптеген аралық форма буындары табылу керек деді. Переходной звенолар табылу керек деді. Переходной звено қанша табылды? Негізі бірнеше миллиондан астам табылу керек еді, бірақ қазір кітапта қанша? 100-ге де жетпейтін ба сондай да? Яғни өте аз табылмай жатыр, табылу керек. Бірақ сосын тағы бір екінші проблема. Переходной звеноны былай деп ойлайды ғой, мысалы, бір түрдің екінші бір түрге өту кезіндегі тіршілік иесі. Мына мен суретте көрсетіп қойған, мысалы, зебра елікке өтіп жатыр ма, мысалы, олай емес. Мынау зебра секілді, бірақ бас жағы елік секілді, бірақ бұл бір тіршілік иесі. Соған қарап уже не істей алмаймыз. Сондай әлсіз тұстар бар. Именно бұл филогенетический древо жизни дейтін әлсізді тұстары өте көп. Сіз айтатыныңыз микроэволюция болар, бірақ именно сондай аралық формадан өту ол қиын нәрсе. Дарвиннің есіне келмейді. Сосын жігіттер, мен ойлайтын қараңыздаршы. Мысалы, ғылымда эволюция теориясы бар ғой, бұл бір не секілді да, уже бұрыннан бері қалыптасып дамып келе жатырған бір университет секілді дейікші, өзінің тарихы бар, одан әрі дамып келе жатыр. Енді сол университетті бір нәрсе келіп бұзып тастаса, соған мысалы ғалымдар жол бере ма? Жол бермейді ғой. Мысалға айтқанда, үлкен адамның сүйегінің бөлігі табылды дейік. Сонда олар оны қабылдамай жасырып тастау мүмкін ғой. Дұрыс па? Иә, жасырып тастау мүмкін ғой. Олар не қылады? Мысалы, бір үлкен адамның сүйегі табылды ма, болды, эволюция теориясы құрып кетеді. 900 жыл, 1000 жыл адамның өмір сүруі ертегі секілді естілема, бірақ шын мәнінде адам өте үлкен болса, егер ағзасы өте қолайлы болса, онда метаболизм жай жүреді. Сәйкесінше бұл өмір жасты ұзарта алады. Егер адам үлкен болса, өте үлкен болса, генетикалық ауру емес болса, бұнда адам бірнеше 500 жылдан да көп өмір сүре алады. Ол 900-1000 жылға дейін жету мүмкін, иә. Басқалар айту мүмкін, закон квадрат куб бойынша үлкен адамдар бола алмайды ғой деп, бірақ та бұл тартылыс күшіне байланысты. Егер тартылыс күші әлсіз болатын болса, онда ондай үлкен адамдар өмір сүре алады. Тағы бір мәселе, егер тартылыс күші қатты адамдарға әсер етсе де, адамдардың сүйегінің басқаша болуы, сүйегінің өте ірі, басқаша бір нәрседен болса, ағзалар ішіндегі мүшелер өте үлкен болса, әрине ол адам өмір сүре алуы мүмкін. Бұл мүмкін емес ертегі фантастика десеңіздер, сіздер Баалбектегі үлкен тастарды қараңыздар. Қалай ол 800 тонналық тас 7 метр биіктікке көтерілді. Бірақ заманауи технология жоқ кезде қалай дәл сондай тастар, блоктар қалай көтеріледі деген сұрақ. Сондай-ақ үлкен туннельдер табылған. Сол Баалбектің қасында. Ол туннельдер не үшін мысалы өте үлкен болған. Сондай-ақ дәл соның маңында өте үлкен баспалдақ сатылар табылған екен. Енді сұрақ туындайды, ол адамдар үшін неге керек өте үлкен қылып жасау? Және сол маңдарда осындай үлкен колонналар табылған екен. Тіпті қазір заманауи техникалық заттармен де ондайды құру өте қиын. Science журналының бір мақаласында антрополог эволюция туралы осындай мысал келтірген екен. Өздеріңіз тексеріп қарап көрсеңіздер болады. Яғни шамамен былай. Макроэволюция бұл Лев Толстойдың соғыс және бейбітшілік романдағы оқиғаны бар жоғы кездейсоқ таңдалған 13 беттен түсінуге тырысумен бірдей дейді. Сонда ойлап көріңізші, 1300-ге жуық беті бар кітап. Сіз 13 бетін ғана қарап, кездейсоқ 13 бетін таңдап,
сенімділікпен айтып шыға аласыз ба бүкіл кітап туралы? Макроэволюцияда сондай көптеген болжамдарға негізделген спекулятивті деп айтуға болады. Ал мектептерде адам маймылдан шықты деп оқытуы олның нақты дұрыс деген сөзі емес. Бұл істермен көптеген ғалымдар айналысқан, көптеген еңбектер бар. Сондай бір еңбектер мысалы кейбіреулері мектеп бағдарламасында жинақталған.